Біріккен ұлттар ұйымының мәліметінше әлемде 2 миллиардтан астам адам таза ауыз суға зәру. Мәселе жылдан жылға күрделеніп келеді. Сондықтан бірқатар елдердің арасында су ресурстары үшін талас та күшейді. Бүгінде су қорының проблемасы ең өткір болып отырған аймақ Африка және Орталық Азия. Түйткілдің Қазақстанға да қатысы бар. Еліміздегі 9 ірі өзен торабының 4-еуі бастауын көрші елдерден алады. Су ресурстары сарқылмасын десек, салдарынан бұрын себебімен күресу керек. Әр адам үнемдеуден бастап, ал үкімет үлкен істер тындыруы тиіс. Және солай етіп те жатыр. Айталық жаңа су қоймаларын салу, инфрақұрылымды жаңғыртып, су ресурстарын ұтымды басқару жай ғана жоспар болып қалмай, нақты нәтижемен дәлелденуде. Мәселен, былтыр Кендірліде су тұщыту зауыты іске қосылып, соның арқасында Жаңаөзен қаласы тұрақты ауыз сумен қамтылды. Биыл күзде Шардара су құбыры жұмыс істей бастайды. Қаланың 30 мың тұрғынына таза ауыз су беріледі. Жалпы мемлекет еліміздегі бүкіл су инфрақұрылымы жүйесін дамыту үшін нақты шаралар қабылдауда. Атап айтқанда, Түркістан облысындағы Көксарай су қоймасында жаңғырту жұмыстары басталды. Сондай-ақ Қызылорда, Жамбыл облыстарында су қоймалары салынып жатыр. Ауыл шаруашылығына орасан зор пайда әкелетін осы жобалар келесі жылы аяқталып, ел кәдесіне жарай бастамақ. Неге ауыл шаруашылығы? Өйткені бұл суды ең көп тұтынатын сала. Әсіресе күріш пен мақта судың жауы. Қазір елімізде суармалы жерлердің көлемін арттырып, суды көп қажет ететін егіншілік түрлері кезең-кезеңмен қысқартылып жатыр. Ал су үнемдеу технологияларын енгізу қарқыны 5 есе өскен. Бұл 880 миллион текше метр суармалы суды үнемдеуге мүмкіндік берді. Одан бөлек ұзындығы 14-те 5 мың шақырым суару каналдарын жаңғырту, 3-те 5 мың шақырым каналды цифрландыру, су үнемдеу технологияларын енгізу, саланы цифрландыру бағытында жұмыстар атқарылып жатыр. Жалпы арнайы қабылданған жоспарлар мен тұжырымдамалардың аясында 3,2 триллион теңгеге 160 іс-шара іске асырылады. Қазсушар филиалдары 1840 километр ирригация каналдарды механикалық тазалауды жүргізді. 680 ирригациялық жерлерді реконструкциялады және 375 гидротехник құрылысты жөндеуден өткізді. Ауыл шаруашылық өндірушілердің қажеттілігін қанағаттандыру үшін Қазсушар филиалдары 181 насос агрегатын дайындады. Сонымен қатар ең қиын учаскелерге қосымша 92 насос сатып алу жоспарланды. Жоспар жойқын, өйткені су мәселесін шешу әлеуметтік тұрақтылықты сақтап, экономиканы дамытады. Әрі ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін басты фактор. Дегенмен Қасым-Жомарт Тоқаев айтқандай, елімізде нақты қанша су ресурстары қолжетімді екені әлі белгісіз. Ол үшін бірыңғай цифрлық платформа әзірлеуді тапсырды. Осылайша жасанды интеллект арқылы жердің асты мен үстіндегі сулар туралы, каналдардың, су қоймалары мен бөгеттердің жай-күйі жөніндегі мәлімет жүйеленеді.